күйеуіңмен мәселең аз болып жатса там салу керек екен ғой. Біраз жерге барып ұрсасың. Ол былай тартады, сен былай тартасың. Әйелдің араласпайтын жері жоқ қой, шіркін-ай. Құрылыстың басына да барасың, қонаққа да барасың. Өшін бар ғой, басын сұқпайтын жер жоқ. Мен ана жерден бір жыл тыңдаймын, мына жерден бір жыл тыңдаймын. Сөйтіп аяқ жағында ұрыс естіп, осы бері қарай безіп келіп, сонда тағы қайталап барамын. Ол да бұлқан талқан болып аяғына келіп сен айтқаныңды істейді. Басынан істейсің ме? Жоқ, біздің қазақтарда айтамын. Үй соғып алады да, жаздай бала шағамен абырсып, қауын қарбыз жеп отыруға тағы бір летний кухня керек болады ғой бізге. Мына үйді жауып қою керек та, анаға барып летний кухняға отыру керек. Бізге сол керек ше. Шашатын жеріңді, жинайтын жеріңді көбейте береді екенсің ғой, қарап отырып ше. Баяғыда ауылда да сондай еді ғой. Дәутамның есігін жауып қойыңдар деп өзіміз анау бір жаппатам ішінде отыратынбыз. Дәутамның өзі бір үш бөлме. Ол дәутамның ішіне біреу аяғы лай-лай болып кірсек, ой бол, қырғын сөзге басталады. Аяғыңмен кірме деп шешелеріміз айқайды басады. Мәшіне жөндеп атқанда ағаларымыз маймаңдаған май аяғымен бір жүріп өтеді ғой, соның үстімен шейдің. Кешке таман терезелерді ашыңдар, ана полдыңдарын жуыңдар, үй салқындайды дейді. Кондиционер жоқ, соғымен шынымен салқындайды, шынымен салқындайтын. Сондағы тамдарымыз айтамын да, бір-біріне жабысып, бөлмеден өтіп кіресің ғой, логика жоқ па деймін, соққанда. Қазір неше түрлі проект, құдай-ау, көзің шалынса, айтпақшана бай бағландардың бәрі үй соққанда қазір ішін кәдімгі әкпен-ақ дейтін болыпты ғой. Олардың бәрі біз ана обой мен липкасқа тастап, өздері әк дейтін болыпты әуелі. Рас. Қазір табиғи сұлулық, табиғи дүниелер мода болып жатыр ғой. Жақында киіз үй тігіп соның ішінде жатпасақ әуелі.